Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Рамазанға өте пайдалы және тойымды салат дайындайтын боламыз. Ол үшін қызанақты, бір қиярымызды және салат жапырағын осылай ұсақтап, төртпіштеп турап алатын боламыз. Одан бөлек бізге осындай көкшөптер қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көкшөптер пайдалансаңыздар болады. Осылай жуып, ұсақтап турап аламыз. Мен және де үстінен ақ желкенді ұсақтап қосуға жөн көрдім. Оны да өстіп ұсақтап турап алатын боламыз. Одан бөлек бізге 1 стакан булгур қажет болады. Оның үстінен 1 құты, яғни 1 стакан су құямыз, ыстық су, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Булгур осылай ісініп дайын болады. Үстіне дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамыз. Сәл араластырып аламыз. Бір қасық томат пастасын қоссаңыздар болады. Мен осындай лечоның суын құйдым. Яғни болгар бұрышынан дайындалған лечо салатының суын құйдым. Үстінен қиярды саламыз. Ұсақтап тураған қызанағымызды саламыз. Және де салат жапырағын қосамыз. Және де ұсақтап тураған көкшөптерімізді қосамыз. Және бір ас қасық зәйтүн майын құямыз. Және де бізге осындай анар шырыны, яғни сироп қажет болады. Осындай анардан жасалған. Бұл кішкене қышқылтым, тәтті дәм беретін болады. 1 шай қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Бұл түрік халқының кысыр деп аталатын салаты. Өздеріңіздің фантазияларыңызға, қалауларыңызға қарай әдемілеп сәндеп салсаңыздар болады. Ауыз бекіткенге, ауыз ашқанға өте сондай тойымды, бірақ жеңіл әрі пайдалы салат. Дайындап көріңіздер. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Салаттар ұнаса, лүпіл басып, пікір жазып, қолдау білдірсеңіздер өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар.